Көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып, аяғын көп шалдырған. Өлді деуге бола ма, ойлаңдаршы, өлмей тұғын артынан сөз қалдырған. Деп төрелігін өзі шешкен Абай атамызға 175 жыл толып отыр. Армысыздар, құрметті ұстаздар мен студенттер, және де барша қауым. Абай атамыздың 175 жылдығына орай БКОК шоу 11 тобының ұйымдастырған тәрбие сағатын бірге тамашалайық. Абай Құнанбаев интернатта оқып жүр. Интернатта оқып жүр талай қазақ баласы. Жаңа өспірім, көкөрім, бейнеқолдың саласы. Балам закон білді деп қуанар ата-анасы. Ойында жоқ олардың шариғатқа шаласы. Орыс тілі жазуы білсем деген таласы. Рашени жазуға тырысар келсе шамасы. Ынсапсызға не керек? Істің ақ пен қарасы. Нан таппаймыз демейді, бөлінсе елдің арасы. Іждахатсыз, мехнатсыз, талмас ғылым сарасы. Аз білгенін көпсінбе, көп қазаққа епсінбе. Кімге тер панасы? Орыс теріс айтпайды, жаман болды бұларды. Қаны бұзық, өзі олар, құлменен сұм болады. Орыста қалар жаласы. Бұл іске кім виноват? Я Семейдің қаласы, я қазақтың аласы. Қалым мененім қазағым қайран жұртым, ұстарасыз аузын түсті ұртын, жақсы менен жаманды айырмадың, бірін қан, бірін мал боп енді ұртын. Билік бергенде шырайының сондай жақсы, қайдан қана бұзылды сырша сыртын, ұқсайсың өз сөзімен басқа сөзді аузынан орағырған өңке қыртын, өзімдікі дей алмай өз маңынды, күндіз күлкі бұзылды түнде ұйқын, көзде қызар келеді байлау жоқ. Бір күн тұрдың енді, бір күн бұрдың, бас-басына би болған өңкей қиқын, мінекей бұзған жоқ ба елдің сыртын. Әсемпаз болма әрнеге, әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсан арқалан. Сен де бір кірпіш дүниеде кетігін тапта бар қалан. Қайратпен ақыл жол табар қашқанға да туғанға. Әділет қуған күнде бар сол жарасар туғанға. Бастапқы екеу соңғысыз біте қалса қазақта. Алдын жалын артын мұз барар едің қай жаққа. Әрине, Абай атамыз туралы айта беру артық емес. Бір қарағанда таныс бейне, таныс тақырып секілді. Білмейтініміз тым аз ау деймін. Ұлылықтың сырына қанық болғымыз келсе, даралықтың қандай болатынын түсінгіміз келсе, Абай өміріне шарлап қайтайық. Абай Құнанбаев жайлы қысқаша мәлімет. Абай Құнанбайұлы ақын ағартушы, қазір қазақ әдеби тілінің, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы, философ, композитор, аудармашы, саяси қайраткер. Абай Құнанбаев 1945 жылы 23 тамыз күні қазіргі Семей облысының шығыс тауларында Қарақалының аға сұлтанның Құнанбайдың 4 әйелінің бірі, екінші әйелі Ұлжаннан туылған болатын. Адан шақырып аталған есімі Ибрахим еді. Абай әуелі ауылындағы Ғабитхан молдадан сауатын ашады да 10 жасқа келгеннен кейін 3 жыл бойы Семейдегі Ахмет Риза медресесінде оқиды. Ол медреседе араб, парсы тілдерінен негізгі діннің сабағын жүргізетін еді. Абай басқа балалардан алымдылығын аңғарған Құнанбай елге шақырып, 13 жастағы Абай ел ісіне кіріседі. Оның шығармалары Абай өлең жазуды 10 жасында бастаған болатын. Одан басқа ертерек жазылған өлеңдері Юази Ромен, екіншісі Феози Шәмси, сап-сап көңілінің шәріпке, абарлығы, жақсылыққа кең жайлау өлеңдері. Олар 1870-1880 жылдар аралығында жазылған болатын. Абай өлеңдері түгел дәрмен лирикадан құралады. Поэма жанрында көптеген шығармалары бар. Шығыстың екі хикаясын Мақсұт және Ескендір деген атпен өлеңге айналдырады. Ислам дініне өзінше сенген діни таным мойындағы философияның көзқарастарын да өлеңмен жеткізеді. Оның өлеңдері жинағы ғылым таппай мақтанба, әсемпаз болма әрнеге, көзімнің қарасы, құлақтан кіріп бойдалар және де тағы да басқалар көптеген шығармалары бар. Ол өкінішке орай 1904 жылы 6 шілдеде 58 жасында Семей облысында дүниеден озады. Абай Құнанбаев өзінің қара сөздерінде, шығармаларында оның ажарына ғана назар аудармаған, оның лирикасына, оның тереңдігіне назар аударған. Ендеше Абай Құнанбаевтың қара сөздеріне қысқаша тоқталып кетсек. Абай Құнанбайұлының 5-ші қара сөзі.
көкірек толған қайғы кісінің өзіне де билетпейді, бойды шымырлатып, буды құртып, я көзден жас болып ағады, я тілден сөз болып ағады. Қазақтар Құдай жас баладай қайғысыз қыла көр деп тілек тілегенін өзім көрдім. Онысы жас баладан гөрі өзі есті кісі болып ескермес нәрсесі жоқсып қайғылы кісі болғансы ғана. Қайғысы не десең мақалдарынан танырсың. Әуелі түстік өмірің болса күндік мал жей, өзіңде жоқ болса әкеңде жат. Мал адамның бауыр еті, ер азығы мен бөр азығы жолда. Мал тапқан ердің жазығы жоқ, қайраны жоқ, көлден без, қайыры жоқ, елден без деген осындай сөздері көп есепсіз толып жатыр. Бұл мақалдардан не шықты? Мағлұм болды. Қазақ тыныштық үшін, ғылым үшін, білім үшін, әділет үшін қам жемейді екен. Мал үшін қам жейді екен. Бірақ ол малды қалайша табуды білмейді екен. Бар білгені малдыларды алдап алмақ, яки мақтап алмақ екен. Бермесе оныменен жауласпақ екен. Малды болса әкесін жаулауды да ұят көрмейді екен. Әйтеуір ұрлық, қулық, сұмдық, тіленшілік, соған ұқсаған қылықтың қайсысын болса да қылып жүріп, мал тапса жазалы демесек керек екен. Бұлардың жас баланың ақылынан несі артық? Бірақ жас бала қызыл ошақтан қорқушы еді, бұлар тозақтан да қорықпайды екен. Жас бала ұялса жерге ене жаздаушы еді, бұлар неден болса да ұялмайды екен. Сол ма артылғаны? Қолымыздағыны үлестіріп таратпасақ, бізде өзіңдей болмасақ, безеді екен. Іздеген еліміз сол ма? Ұлы ақын, ағартушы Абай Құнанбаев музыка саласынан да бір үлкен үлес қосты деп айтсақ болады. Абай Құнанбаев кезінде бір жазып қалдыратындай ешқандай ондай заттар болмады. Яғни сол кезде әндер, жырлар сияқты Абай Құнанбаевтың да өлеңдері ауыздан ауызға тарап отырған. Ендеше біздің топтың қыздарының орындауында желсіз түнде жарық ай. Абайдың әні желсіз түнде жарық ай. Желсіз түнде жарық ай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен гүрілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен гүрілдеп, қалың ағаш жапырағы сыбырласып өздің өзі, көрінбей жердің топырағы, құлпырған жасыл жер жүзі, көрінбей жердің топырағы, құлпырған жасыл жер жүзі, тау жаңғырып ән қосып, үрген итпен айтаққа келмеп пе едің, жол тосып жолығуға аулаққа, келмеп пе едің, жол тосып жолығуға аулаққа. Абай бізге дарашың, оқи қалсаң данасың. Егер абай болмаса, ғибрат қайдан аласың? Абай ақыл кеніші, мақтан етер ел іші.
алып туса анадан, ананың бұл жемісі. Шынымен де Абай Құнанбайұлы өз заманының биік, парасатты тұлғасы ғана емес, біздің заманның қайшылықтарын шешуде бір бағыт-бағдар беріп тұрған биік тұлға деп айтсақ болады. Бүгінгі біздің шағын ғана шарамыз аяқталды. Назар аударып қарағандарыңызға көп рахмет.